Ділдар Мамырбаева. Жетім құлын. Тәмзиза шын махаббаттың, шын ләззаттың, шын сүйіспеншіліктің ниеті Аллаға ғана бағытталуы керек деп оңаша өмір кешіп жүрген жан болатын. Мың құбылып, жүз түзеуленуден ада еді. Кластағы Алапайдың әйелі туат үстінде жүріп кетіп, 4 бала аңырап жетім қалды. Еркектің жаңа туған баланы жұбата алмай, көзінен сорасы ағып, күйзеліп, күңіреніп, сәт айналып зәрін шаша, тісін сайрай ызаланғанын көргенде жан дүниесі, көңіл күйі, ниет мақсаты да бір қолқ ете түсер өзгеріс болған. Жүрек ымбалы осы уақытқа дейін өмір кешкен сая ғұмырын өзге бақытқа бұрды. Күні кешеге дейін бұғауда бұғып жатқан көрінген адами тірліктің бәрі жан-жақтан анталап ояна келе мұны түртпектей бастаған. Мен мына балалардың қасында қалай деген Тәмзия көңіл айтып келген дүйім жұрттың алдында. Еңсесі езіліп, үнжұрғасы түсіп, әділетсіз өмірді жек көріп тұрған жұрт бұл сөзді шала жарпы ұғып, не айтты, не деді дегендей бір-біріне қараған. Қысылып, қымтырылып, ұят қысып тұратын Тәмзияның ел алдында осындай сөз айтқаны өтірік секілді. Алдымен Алапайдың зәресі ұшты. Алапай кім, Тәмзия кім? Тәмзия жүрегі періште мекендеген бала бұлақ. Ал өзі кінәдан қорқу дегенді басына қиындық туғанда ғана ойлайтын, тазалық пен залымдыққа таңдауы қатар түссе, күн көрісіне пайдалырақ жағына ауып кететін өзімшіл жан. Оның үстіне Тәмзия кластасы болғасымен сырласып, сыр ашысып көрмеген. Мұнысы несі? Балаларды асыра балам дегені ме? Әлде мұның медет бер, құтқара көр мына қиындықтан деп күңіренген дауысы періштелердің құлағына жетті ме? Ішкі дүниемді таза ұстау жолында оңашалықты таңдаған едім. Әулие болайын дегенім емес еді. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деп көп адам менің мұнымды мақұлдамайды. Енді мына Алапайдың басына түскен қиындықты бірге бөлісіп, жаратушының сынағына төзімімді бірге төсейін деп едім. Ауыл тапжылмай, қозғалмай осы үнмен, осы дыбыспен тұрып қалды. Жөн екен, сен осылай айта қояды деп ойлаппыз ба? Шеттей балаларды қайтып асырар екен. Бұған кім қолайлы деген сұраққа мына аяқ асты өліммен келтіріліп жатқан жоқ па? Алапай жалғыздың тұяғы, жал құйрығы келте. Ата-анасы ат жалын тартып мінген кезінде қызықтай алмады. Сен де бөтен емессің, қолда өскен баласың. Мұндай мейірімді оятып, ел жұрттың алдында мойныңа үлкен жауапкершілік алып тұрсың. Алдың ашық болсын. Ауылдың ақсақалы сабата дірілдей тұрып бетін сипады. Тәмзия 4 баланы бауырына басып қала берген. Адам болып, өзінің ішінде болып жатқан өзгерістерді сезілмейтін, ұғылмайтын күш арқылы аңғарды. Құдайды ғана аңсаймын деген жүрегінде мейірім, шапағат мол екен. 3 бала жатырқап жатсынбады. Кішкентай шақалақты кеудесіне басып, искелеп, ең күшті, ең тәтті сезім бойын кернеді. Кішкентайдың шомылмағанынан құлағының арты, мойны қызарып, базданыпты. Сонда да жұпар иісі танауын қытықтап, жанына сіңіп жатыр. Іштен жан нұрының шапағаты алаулауда. Анық тура жол бауырыңда бала тербету екен ғой, деп ойлады. Кеудесін кішкентай искеледі. Табиғи әдіспен емшегін аузына салды. Қол тимеген кеуде кішкентайдың бүлкілдете сорғанына қытығы келген. Періштеге жүрегі періште риза болып жымиып еді, сүт сорғалай жөнелді. Ақырын жақсы ете көр, деді Тәмзия іштей. Ақырын жақсы ете көр. Алапай келіншегінің қырқын беріп жатқанда, ағайынның ортасында, жұрт жиналған тұста сөйлеп отырып жүріп кетті. Жүрек тоқтапты. Шын жылау, шын қайғыру сонда болды. Үрпиген 3 баламен ораулы нәрестеге көздері түскен жұрт көз жастарына ие бола алмаған. Сабырлы деген үлкендердің сақалдары селкілдеп, қолдары дірілдеп, сөйлеуге икемдері келмей абдыраған. Күнде
тұлан түртіп алай-дүлей болған. Ағаш жапырақтарының арасынан саумалай төгіліп тұратын сәуле де жым-жырыс. Бұлт қоюланып түнеріп тұр. Алла адамына осындай қиындық береді дегенде ешбір жүрек сенбейді. Жақсылық пен жамандық, қайырымдылық пен зұлымдық шарпыласқан неге адамшылықты жеңе береді? Жүрегіңді қайсайра тәңірісі бұл дегеннен өзге жауап таба алмай қиналасың. Ел-жұрт Тәмзияға жалтақтады. Бөтен балаларды енді сен бақ, кетпе деуге ешкімнің жүрегі дауаламайтындай. Ананың сүті үшін баланы нағашысымен араластырады екен. Онда жұрағат бұл балаларға болмай тұр. Ата қан үшін өз жұртымен араластырады. Бірге туған тағы жоқ, ағайынның ортасында болайық. Алапай екеуміздің некемізді 40-нан кейін қидыртуға уағдаласқан едік. Тәңір заңы оны қаламаған болар. Менің әу бастаған ниетімді сынағаны шығар бұл. Кішкентайды еміздім, анасы болдым. Ал мына үшеуін бауырыма басайын. Осыларды пері тірліктің періштесіндей қорғауға Алладан медет сұраймын. Сіздер бата беріңіздер. Тәмзия тоқтап сөзді өзі айтты. Үлкендердің терісі кеңіп, ісіңді Құдай түзетсін деп бата беріп тараса бастаған. Алапайдың қорадағы кәрі биесі қолындай алмай, шыжбыңдап, қораның бұрышынан жанын сая таппай, көзі адырап, танауы делдиіп, үркектей жиналғандардың жанына келіп, байыз таппағандай болды. Мал баласы туарында қызғаншақтығы ұстап, оңашаланушы еді. Мынау жәрдем тілеп тұрғандай ғой. Сабата ақсақал жас жігіттерге қарады. Қол салып, суырып алмасақ, өзі қолындай алмайды. Мал жанын білетін жігіттер жеңдерін түре бастады. Тәмзияның жанары күреңнің көзімен түйісті, атыздай болып бадырайып кеткен. Көз үстіндегі шұқыршықтай үйірілген, ауыздық жырған еріні салпиып, бір шөкім кекілі ұйысып, шатасып, селтиіп, суалған жақ етінің сұрқын одан әрі шатыстырып тұр. Сыртқа шықпай тұрған құлын қарнын қампитып, құлағы жымиып, жанын қиналғанын сүйекке ілінген бос терінің дірілінен анық байқалады. Білеудей тамырлары адырайып кеткен. Аяқ артар жалғыз биесі өлсе, мен мыналарды қалай асыраймын? Оңашада тіршіліктен оқшау тұрып, еткен сабырлылығың мен ғибадатыңның бөлекше екенде өмірдің ақ пен қарасы қайшыласқан тұста мінез қалпын бір қалыпта ұстап тұру сынақтың сынағы екен. Құлынды тез суармасақ, биенің күшенуге әлі қалмады, өліп бара жатыр деді жігіттер. Ат арса тумақ, адам арса әруақ. Осы сөзді айтқан жігіт күрсінді. Оның күрсінісімен бірге күрең тәлтіректеп тұрып көрсетті. Құлынды суырып алып үлгерді. Әлсіз биенің құлынды әлсіз туды. Тай-тай басқан баладай тәлтіректеп сәл тұрды да буын-буындары қалтырап енесінің жансыз денесінің жанында жата кетті. Сезімі жоқ, жүйкесі темірден таратылған дегендердің өзі күйбеңдеп, екі иығы салбырап, қайғы ұйысқан жерден тез-тез кетіп қалғылары келген. Бие пышаққа ілініп, терісі сыпырылып жатқанда әлсіз құлын әлсіз дыбыс шығарып кісінеді. Әуенінде жоқтау, жетім қалғысы келмей алабұртқан, қиналған сезім сезіліп тұрды. Құлағын баяу қайшылап, танауы делдиіп, тағы кісінеді. Зарлы, мұңды үн күңіреніп шықты. Түнерген аспан нөсерлетіп жіберді. Бетті жуған жаңбыр суыма, көзден аққан жас па, айырып болмайды. Жүздері айғыздалған, өздері сүме-сүме болған жұрт Тәмзия мен 4 баланы үйлеріне қалдырап, күңіреніп тарасқан. Өмірдің есігі енді ашылғандай, жетім қалған еркек құлын тез көтерілді. Еті тірі, алдыңғы аяқтары тіп-тік, артқылары бота тірсек, жотасы оқтаудай. Мына тағдырдың күннің артында күміс жылтыратып қоятын ай деп мырс етті. Тәмзия жанына нені тиянақ, нені тірек етерін білмей өзгеше күйге түсті. Айналаның бәрі ажырая қараған сынақ секілді. Уайымға салынсаң, бажынаған ұсақ түйек қайғының ортасында оратылып кете бересің. Жасымай, жақпайын десең, шынақтыратын, ширататын
ой тауып қол іліктіре алмады. Өзін-өзі қиынға, ауырға салғанын енді түсінді. Ауылдағы тіршілік те тоқтап тұрған кезі, қол-аяғы балғадай адамның өзіне де жұмыс тапшы. Егін еккендерде, мал баққандардың да көсегесі көгеріп тұрғаны шамалы. Өздеріне тиесілі аздаған жерде ауылдастары көптен көмектескен арпа еккен. Бағасы көтерілгенде сатып, бала-шағаның шай-тұзын ажатамыз деген. Сол пісіп төгілейін деп тұрғанда жел соғып төгілгенде қалған. Қалғанын әні-міне жинаймыз деп отырғанда ескі дауды өршіткен адамдар егінге от қойып жіберіпті. Күздің желімен қоса желіккен өрт лезде алмапты, тым-тиыл етіп, орнына қарсы күйден дақ қалдырып жойып жіберді. Ауылдағы қатын-қалаш, бала-шаға түгел жылаған. Адалдық адасты ғой, өрт қойған өзіміздің Тәутайдың баласы екен ғой. Көрші апа ерін сипаң еткізіп, жаңалықты айта қояйын деп Тәмзияның үйіне кірген. Рас па? Көзіңіз жетіп айтып тұрсыз ба? Тәмзия ышқынып кетті. Ауыл жағасын ұстап теңселіп кеткенде сен қалай естімедің? Тәмзияның аузына сөз түспей отырған жерінде сылқ ете түсті. Ешті сыйлайтын. Үйдің анау-мынау тіршілігіне қолғабыс етіп, балалармен әңгімелесіп кететін. Ашыла сөйлескенде іші бауыры елжіреп, оның күнде келіп тұруын қалайтын. Өзі қылаң ұрып, оттай жайнап кететін. Қара көзі жадырап, сыңғыр үні жүректі қозғайтын. Тәмзия іштей өзін басқа бір күштің жетегінде еріп бара жатқанын, өзін-өзі қалыпқа салудың жеңілдігін, әлсіздігін сезінетін, жанын түршіктендіретін бір тілектің оянып келе жатқанын аңғаратын. Мұндайда өзін-өзі жек көріп, безініп кетеді. Енді онымен сөйлеспеуге байлам жасады. Медет бер, құтқар деп Құдайға жалбарынып жүрді де, ол келеді-ау деген кезде жүрегі ақтақтап оны іздей бастайтын. Бір күні бір үйде оңаша талай жыл ғұмыр кешкенде байлаулы жатқан ынсап еді. Алапайдың отын жағамын дегенде жүрек қаритын нәпсіге айналып, буынға түсіп, өрт жалынға айналуға шақ тұрған. Бұл бұзылғандықтан емес, ол менің сезімім, деп Тәмзия өзін ақтауға дайын еді. Ешті алаңдап, аласұрып, қолдаяққа тұрмай іздейтін сәті де туып еді. Енді қираған үйдей обырлап түсті. Күйген дәннің қоңсығын, түтін мен ыс аралас ашылау иісі танауында тұрып алды. Биік кеуде пәсейіп, мүлде пәсейіп жермен жексен болып қалды. Жарқыраған, сыңғыр қаққан әдем шақ жанайын деп тұрып сөнді де, мен адам танымай деген мынау деген ой ыза мен торығуды оятып жіберді. Иіс енді мүлде көзге көрінбесе екен деп тіледі. Тәте, табынды, құнанды үйретіп, қарағай тасиын деп едім. Үлкен ұл ересек болып қалғаннан қартты. Жетім қолынды малға қосып жіберген. Өткен жолы өзі барып қарап келген. Қылшық жүні жылтырап, қасына келген. Бұған алдымен үркектей қарады. Қант беріп еді, таңдайдай көзі кең ашылып, құйрығы шалшықтап, танауын делдейтіп, қарнын қампитты. Еркелеп тұрған кішкентай бала секілді. Ішінен нұқып еді, ол да қарап тұрып түртіп қалды. Мінезі дізет секілді. Ақылды, сезімтал, ойнақылығы қимылынан тани қоятыны аңғарылды. Жылына, кекіліне ошаған жабысыпты. Алып тастайын деп еді, басын шұлғып, тетректеп алғызбады. Сол құнанның бәйгәті болайын деп тұрау, жұмысқа салып, қанжылық қылып алмаймыз ба? Қайта сіңірленіп, құлшын кеңге салатын болады. Ана Тұрдыбек ағаңның Тәкежүміт тұпар деп баптап отырған аты әбден күтімге үйреніп алыпты. Көкке апарып тұсаса құлап қалады екен. Алдына жемді күтімдеп қоймаса өздігінен оттайды алмайтын көрінеді. Бала ересектердің тұлпар деп мақтап жүргенін онша мақұлдамайтынын сездірді. Әлде балалық қызғанышы оянды ма екен? Онда мен де тау жаққа сенімен бірге барып қарақат теріп келейін. Тәмзия оңашалықта қалап тұрған жанына сая боларлық сәттің туғанына қуанып қалды. Ана мен бала қия жолмен жаяулап келеді. Беткейге өрлеген сайын қалың шөп аяққа оралып, жүрістерін баяулата түседі. Әлде бір құстың тау төбеге салған нәзік үні екеуінде тербетіп, ойға сүңгітіп жіберді. Адам шөп жарата ала ма? Қисмет бала Тәмзияға оқыс сұрақ қойды.
Жоқ, әрине, ол табиғаттың ғана қолынан келеді. Бала үнсіз қалды. Біраздан кейін барып, о дүниеде тозақ оты болады дегенге сенесіз бе, деді. Әкеден де, шешеден де айырылып, үш құса болып жүрген баланың ойына не келіп, не кетпейді. Тәмзия артық сөзбен оның жүрегін жаралағысы келмеді. Алла ісінің бәрі жағымды сипатта болады. Одан әрі не айтарын тиянақтап алғысы келгендей, ойын осы жерден үзіп, ойланып қалды. Онда неге адамдар жағымсыз іс қылады? Хисмет асыға сұрады. Иіш ағай неге арпа алқабын өртеді? Неге? Өткен жолы осы кісі ауылдағы су құбырының көзіне тарс бітеген адамның өлгенде тозақ отына қалай шыжылғанын айтып берген. Оның терісі жанған сайын азапты ауырлату үшін басқа терімен ауыстырып, ішек қарнын ірітетін сасық су ішетінін білгенде зәрем ұшқан. Содан мамам мен папамды сұрағанмын. Олар пендеге қылдай қиянаты жоқ. Пейіштің саялы бау-бақшасында жүреді деді. Иіш аға мынадай әңгімеде айтып берген. Баяғыда тақуа бір жігіт оңаша өмір сүріпті. Жүрегін Алланың мекеніне айналдырғысы келіп, тазалық пен тазалығы арқылы жаратқанның махаббатын аңсапты. Күндердің күнінде оны бір сұлу қыз іздеп келіп, қосылғысы келіп, әртүрлі әрекеттер жасайды. Жігіттің бойында да оған деген құштарлық оянады. Төзімі таусылып бара жатқанда май шам жағып, саусағын соның отына қақтайды. Саусағы күйіп, отқа етінің майы тама бастайды. Сол кезде де таң атып, сұлу бикеш те түк шығара алмай аттанып кетеді. Бір саусағының күйгенін көтере алмаған жігіт едәуір азаптанады. Бүкіл денең отқа шыжғырылғанда тозақ отының қалай болатынын осыдан байқай бер деген әңгімесі жақсақ екен. Бірақ істері айтқанына керағар шығыпты ғой. Тәмзия күрсінсін ішіне жұтып қойды. Жүрегіне шайтан кіріп кеткен ғой. Хисмет үлкендерше салмақты жауап берді. Ал шайтан қайдан келеді деп сұрады. Ол да періштелердің бірі, Құдайдың сүйіктісі болған. Тәкаппарлығынан, кесірлігінен, жәннат бақшаларынан қуылған деп түсіндірмекші болып әңгіме бастай берген. Кенет екеуі де көз жетер жеттен аспанға көтерілген шар іспеттес аралар шоғырын көрді. Жау тигендей ызалы екендері ызыңдарынан байқалады. Бұл тұста бал арасы ұстайтындар жоқ еді. Жұмысшы аралар қайдан көшіп жүр? Ұяларына біреулер тиісті ме екен? Шабындықта жүргендері қарбалас, бір тұста шоғырланып үйіріле қалыпты. Тәмзия мен Хисмет келгенде бетінің адам қарар жері жоқ. Иіш жерде жатқан. Тамырын ұстап, дем алысын байқап көргенде жүрегінің тоқтап қалғанын айтты. Бүкіл денесінде қара дақтық қаптап кетіпті. Ауылдағылардың ара шаққанынан адам өлгенін көріп тұрғандары осы. Қан тамырлары жарылып кеткен десті. Табиғаттағы жәндіктер адамдар арасындағы саясатты, қарым-қатынасты білмейді дейді. Білмесе топ адамның ішінен ешке неге өшікті? Ара үйірді қайдан келді? Ауылдастардың Құдайдан жетсін деп қолда өскен баланың бетіне түкірмей, сотқа бермей, қиянатының жазасын жаратқанға салып қойғаннан бай екен. Әйтеуір құпия дүние. Жиналғандардың бойында кінәдан қорқу сезімі тұтанды. Бойларында адамгершіліктің мол ұшқыны оянды. Ештің өлімі Тәмзияның рух сандығында да таза өтті. Асау құнан бұл жолы қарағай тасудан құтылып, шал көшеде өтетін шопандар тойының бәйгесіне бапталатын болды. Хисметтің тақымы мықты, жүректі екен. Үстіне қарғып мінгенде құла құнан теңселіп барып аспанға шапшыды. Өткен жолы еркелігі адуын мінезге айналды. Көзіне арам қан толып, мүңкігенде Хисмет жалына жабысып аман қалды. Балшықты жерге тарт, балшықты жерге тарт деп үлкендер тақым қысты. О азамат, әкесіне тартыпты деп гуілдесті. Асау ауыздылығын шайнап, езуін қан жоса етті. Хисметтің енді оған жаны ашты. Тізгінді сәл босатып еді, жата қалып жерге аунады. Содан кейін тоқтырда ұстап тұрып, үстіне ер салып, шап айылды мықтап тартты. Құла құнан бұл жолы ауыздығын екпінсіз шайнады. Тізгіннің әміріне мойынсұнып қалғандай.
тұғыры ұзын, шоқтығы биік аттың үстіндегі Қисметтің де көңілі өсіп, бәйгеге дәл қазір кіріп кетердей қозуланып тұр. Кішкене көзі сығырайта атқа ұзақ қарады. Сабата ақсақал: жүйріктің бағасы тұлпарлармен жарса белгілі болады. Ноқта салмай, желге де байланбай еркін жетілген мал ғой. Желтіртіп, аяңдатып, сіріңнің бекуіне, тынысыңның кебуіне бап жаса, деді де сіңірлі қолы аттың аузын ашып тісін қарады. Күрек тіс пен азу тіс арасындағы кетік алшақ екен. Күтсең еңбегіңді ақтайды. Етін көтеріп, қодаңдатып алада бәйгеге қатса бер. Осы өңірдің алдыңғысы болып тұрмсық тірейтініне мен кепілмін, деді. Бағың жансын, аттың желігі болады, содан сақтан. Атбегі ақсақал Қисметке бауырмал көңілмен шын жанашырлығын байқатты. Құла-құнанды үйге әкелгенде кешегі жетім құлын дегенге ешкім сенбейтін еді. Қылыш жүні жыртылып, ойнақтап, желпілдеп мінезіне салды. Есік алдында күңкіреп ағып жатқан өзенге пысырлана қарап, ағысты өрлей барып су ішіп, кең кеудесін әсем қозғап, артқы аяғына кезек-кезек салмақ салып, тұяғының ұзын тіреп, ала бөктен текті екеніне назар аудартты. Қисметтің сөзімен айтқанда, жүрегіне шайтан кірмесе болды. Бәйге түстік жерге белгіленді. Айналма жолда қатарласып келе жатқандарды бүркеп, алды-артын аңғартпайды. Ат оздыру үшін барыңды саласың, бірақ шабандоздың айғайлап қиқулануына болмайды. Қисмет тәртіпке мұқадам, құла қамшы салдырмай келеді. Қос өкпеден тебіну де артық. Тұяқтың дүбірі дыз етсе, мінезін оятып, құлақшың керге серпмеді. Шай қайнаттым уақытта көмбе де көрініп қалды. Алдына түскен ешкім жоқ. Құлан құйық, ұзын мойын, құла құлын Қисметтің үнсіз әмірін қалт жібермей құйғындай ұшуда. Мал баласы осындай сезімтал болады дегенге біреу айтса сенбес едім. Тебінгі ақ кебіктеніп, танадай жарқыраған көзін тұзды жер жауып, оны таза шүберекпен жалға жабыса, жата қалып сүйретіп алып отырады. Осы сәт айналма бұрыштағы жолдан құлынды бие кісінеп қоя берді. Әуеннен ынтызарлық, құмарлық анық аңғарылады. Құла оқыранып барып, басын даусын шыққан жаққа бұрып жүрісін баяулатты. Оқыранды, үстіндегі иесін ұмытқандай жұлқынды. Танауын делдейіп құшырланды. Қисметтің тебінгенін керек қылмады. Құлынның қайшылап, тұла бойын құмарлық билеген ақырай кісінеді. Қисметтің жанынан арттағы бәйге аттары бірінен кейін бірі зулап өтіп жатты. Құлынды бие көңілінің алабұртқанын, сезімінің толқынғанын нәзік дауыспен күмбірлей кісінеп жеткізді. Құла танауын желге тосты. Кең кеудесі дірілдеп, шабысынан адасты. Қисмет ызалықтан сауырынан қамшымен тартып жіберді. Тұла бойының дірілі су сепкендей басылды. Өзінің озу үшін бәйгеге қатысқаны енді есіне түскендей ышқынды. Нәпсінің ең жаман залымына, ең күштісіне жолыққанына ыза болып, зәрін шашар айдаһардай дүбірлетті. Күмбеге үшінші болып тұмсық тіреді. Қисмет ер үстінен жерге етпетінен домалап кетіп, жұдырығын түйіп, тісін шықырлата ызадан булықты. 70 аттың ішінен үшіншіге іліккеніңе неге риза емессің? Дуылдасқан жұрт Қисметтің мына қылығын неге жорынын білмейді ал. Құнанының құмарын қандырмай балалық істедің деп бір қаба ақсақал арсыздана күліп еді. Жаныңда тұрғандар дарақыланып кетті. Бәйгеге Қисметпен бірге келген Сабата ақсақал орынсыз күлкіні тыйып тастады. Үйге барған соң мен оның тұяғын отқа қақтаймын. Қисмет ашуын тия алмай өрекпуде. Астапыралла, бірінші келмедің деп малдың жанын қинағанын кімнен көріп едің? Сабата ақсақал мына баланың қатыгезін-ай деп ойлап үлгергенінше, сонда тозақ отынан қорқып жамандыққа бармайды дегенді қосып қойды. Жолда бір құлынды биемен кісінесіп тұрып алды, деді атасы мұң шаққан баладай мұңайып. Бәйге жолында бөтен бие қайдан жүр?
ақсақал қиянат болғанын, жас баланың жаны соған күйіп тұрғанын енді түсінді. Қолынан келер айла жоқ. Осылай болған болады, бола береді, түзетілмейді. Нәпсі тілегі адамды да, малды да хайуандандырып жібереді-ау, деп күбірледі. Хисмет ыза болғаны болмаса, ол не тілек екенін түсінбеген. Біз мұны тұқымы жақсы, тегі асыл деп күтіп, баптап, жүрек нәсілі белгісіздерден де қалып қойды ғой деп ызаланған. Таң тез атып, кеш тез батып, өмір жылдам жылжиды. Құла-құнаннан да, дөненнен де бәйгенің алдын бермеді. Ешкімге қиянатты тимей, өмір сүріп жатқан отбасының тасы өрге домалап, жұрт аузына іліккен. Тәмзия тіршілігіне де, өзіне де риза. Балаларының ақ шатырда етіп, жуған кірін жайып тұрып, мен болмасам, осы балалар осылай ержетер ме еді, деп ойлап үргелгенше жол бойындағы топырақ пен тасты араластыра дөңгелене көтеріліп, екпіндей зуылдаған құйын Хисметтің ақ жейдесінің іліп алып, бұлтқа соратып кете барды. Іле-шала тағы құйын тұрды. Сонша киімнің ішінен Хисметтің тағы бір киімін бауырына басып, жылжыған бөкшеге ұқсап, көзден лезде ғайып болды. Мұның таздың үйіне бар дегенін тыңдамады да. Тәмзияның денесі тітіркенді, ішіне бір қорқыныш кірді. Жоқты қудырған уақыт көп қызыққа алдаусыратып, іле-шала мұны ұмыттырып жіберді. Астанада тұратын Хисмет үйленемін деп хабар айтты. Тәмзия ала шапқан болып дайындалады. Салт дәстүрден жеңілмеймін деп барын салды. Іле-шала қыз зорлап сотталайын деп жатыр екен деген хабар келді. Сенбегенімен шын болып шықты. Жан ауыртар ақша өшікпен Тәмзия бір уыс боп қалды. Хисметтің тәні тәрбиелі, мінезі орнықты еді. Жанына жаманшылықтың күйесін қашан түсірді екен. Пейілі бұзылып, кердеңдікке салынған бала көре келе, жүре келе өзгерді ме, ләззатқа елікті ме, деп құнанның аяғын отқа қақтамақшы болып еді. Өзі саусағын ұстар майшамның отын таба алмай қалғанын несі? Тәмзия құла бойлаулы қораға кірді. Бәйге аты быламықпен күн көріп отыр. Үлкен басын әзер мойны көтеріп, арбиған арық денедегі ырсиған қабырға, келдің кеттің, толдың семдің деген осы дегенді аңғартты. Екі тірсегі мен құйрығы сауыс-сауыс, тізесіне шор байланыпты. Буын сүйектері бұлтылып, тұяқтары бұзылып, бар сынынан айырылыпты. Тәмзия өзіне көз жүгіртті. Бойындағы мол сәуленің қуаты азайып, көмескіленіпті. Аяулы шақ алыстан мұнартады. Жанында ыза мен торығудан өзге ешнәрсе қалмады. Талқы тағдыр бағын аударып, маңдайын талқыландыратын жол айрығына тіреліпті.